Пай-пай қазақтың келіндер ай осылай аталған аудандық іс-шара Қызылжар ауылдық округіндегі мәдениет үйінде ұйымдастырылды. Бұл байқауға өңіріміздің әр аймағынан ақылды, парасатты, өнерлі, өнегелі келіндер қатысып, өзара бап пен бақ сынасты. Толығырақ тілші айтып берсін. Қазақтың келіндер әрқашан ақыл парасатқа бай, тәрбие тағылымды, сабырлы, салихалы, үлкенге құрмет зор, кішіге зеті мол, өнегелі болған тақырыптарға қатысақ, пай-пай қазақтың келіндер ай. Осылай аталған аудандық іс-шара Қызылжар ауылдық округінде ұйымдастырылды. Бұл байқауға өңіріміздің барлық аймағынан қатысушылар келіп, келіндер ақыл парасат, өнер, аспаздық шеберлігі сынды сайыстар бойынша өзара бәсекелесті. Келіндер алдыменен өздерін таныстырды. Бұл байқау бір-екі жылдан бері өткізіліп жатыр. Осы жастар ресурс орталығының ұйымдастыруымен былтырғы жылы 6-7 келініміз қатысқан болса, биыл саны көбейіп жатыр. Мынау сахнада тұрған әрбір келін бұл кісілер жеңімпаз. Өйткені осындай сахнаға келіп, өз өнерін көрсетудің өзі де оңайлықпен келмейді. Ол қаншама дайындық болды, қаншама осы іс-шара үшін қаншама түндер ұйықтамады, уайымдады. Сондықтан біріншіден осы қатысып отырған келіндерімізге рахмет, және осы келіндеріміздің қатысуына қамқорлық жасаған ата-енесіне, жұбайларына мың рахмет. Ешкімде жоқ қазақтың дәстүрі шындығында келіннің өзінен үлкен, жұбайынан үлкен азаматтарға сәлем салуы. Одан қала берсе, әсіресе біздің келіндеріміздің баяғыда ата-бабаларымыз қазіргі заманда Еуропаға еліктеп кетіп қой. Дегенмен біздің шындығында келген кезде Еуропаның өзі қазір біздің шығыстың мәдениетіне үйреніп жатыр. Өйткені әрбір келіннің жүрген жүрісі, қызды қырғиден тию, қалай берсе күңнен тию деген мақалдың өзінің айтылуының барлығы астарында үлкен сыр мән жатыр. Өйткені болашақ ана, болашақта өзінің ұрпағына қандай тәрбие берсе, ол ертеңгі өзінің ұрпағына сондай тәрбие береді. Сондықтан да мынау бүгінгі байқаудың шарттары өте дұрыс қойылған. Әділқазылар алқасы қазір бағасын беріп жатыр. Жалпы мұндай биылғы жылы 2019 жылы жастар жылы деп жариялауына байланысты іс-шаралар өте көп болады. Жас отбасыларымызды бір-біріне деген ынтымағы, бір-біріне туралы келешегі, болашағы. Қазір қыздарымыз өздерінің өнерлерін келіп көрсетіп жатыр. Қандай деңгейде, қандай жоғары деңгейде дайындалып келген. Әр қарай жұрт мақтаған өз ауылының, өз аймағының сенім мен үмітін арқалап келген келіндер үйлерінде дайындап келген тағамдарын көпшілікке ұсынды, аспаздық шеберліктерін байқатты. Ал Әділқазылар алқасы бағалап отырды. Үшінші шарт өз өнерін көрсету деп аталды. Сұлу әлем сұлу, сен жаратқан адаммен, көк жолының қарсылығын қағып тастап бараммен, сенді қуат болар бәлкім, басын иді көк маған, әрі кел сенен туғанымды, есіме алсам тоқтаман. Байқаудың ережесін біз жастармен бірлесіп жасадық. Сонан соң наурыз айында өтіп жатқаннан соң ішіне біз наурыз тақырыбының ішіндегі мысалы ақ сөре, көк сөре, қызыл сөре деген нәрселер бар. Яғни тағамдарға байланысты. Соны да қостық ереженің ішіне. Сонан соң жаңағы қатысушылар да өте көп, жаңағы 10-нан астам қатысушы екен. Келіндер өз дәрежесін, жоғары дәрежеде өздерін көрсетіп жатыр. Келін ретінде, яғни бәрімізге белгілі қазақтың келіндері арқылы қазақтың ұлтты білуге болады. Яғни ұлтты жоғары деңгейде көрсете алатын келіндер қатысып жатыр. Үстеріндегі әдемі киімдерінің өзі біздің ұлттың код, яғни ұлттық кодта қолданылатын прямо кәдімгі әдемі бояуларымен де бар. Сонан соң бас киімді шешпейтін келіндер, яғни бас киім ол біздің ар ұяты, қазақтың ар ұяты. Яғни келіндердің бас киімнің өзі ар ұяты. Жалпы бұл байқаудың өткізудегі мақсатымыз қазіргі кездегі әдетті жалпы жас келіндерге үлгі өнеге болатын келіндерімізді халыққа, жалпы жастар арасында көрсету, сонымен қатар қазақтың салт дәстүрін, әдет-ғұрпын жалпы халық арасында, жастар арасында насихаттау болып табылады.
Төртінші кезең ситуациялық сұрақтарға жауап беру, келіндерге салт дәстүр, үй шаруасы тағы басқа тақырыптар бойынша әртүрлі сұрақтар қойылды. 90 сөздің тобықтай түйінін айтсақ, пай-пай қазақтың келіндері аятты аудандық сайыстың жеңімпазы Жібек Жолы ауылдық округінің келіні Перизат Пардақожағызы атанды. Қуаныш Құлмырзаев, Рахманбек Құралов, Сәттелі арнасын жаңалықтар қызметі.